Бізде мына Google Aka деген Aka бар. Олар жаза береді. Олардың несімен біздікі тура келмейді. Тура келеді. 12 сантиметр болады, 8 сантиметрден 12 сантиметрға дейін қотыр-қотыр болады. Кәсіби түрде, профессиональ түрде жүргізуге болады. Және де қара дүрсін былай жабайы түрде жүргізуге болады. Армысыздар, құрметті бизнес бастау каналының тұрақты көрермендері. Біздің көрермендерден мына ауыл шаруашылығы жайлы, соның ішінде мына бақша, жылыжай жайлы біраз хабарлар түсірсеңіздер, сол жерде нақты мамандардың кеңесін алсақ деген өтініштер көп түседі. Соған бүгін сіздердің өтініштеріңізді орындаудамыз. Бүгін мына Талғат деген қазір бизнес бастаудың 35-ші ағымында оқып жатыр бауырымыз. Негізгі кәсібі мына жылыжайда қияр, біздің шығыспен Семей жақсы айтқанда әгүршік, Шымкент жақта бәдірен дейді ме? Бәдірен деп айтады, енді қияр. Соның кейін екіншісі помидор, қызанақ. Қазір сені құлағымыз үйреніп қалды, қызанақ өсірумен айналысады. Енді Талғаттың бас кеңесшісі, ағасы, былай агроном Зәкір деген ағасы, маған бауыр болып келеді. Зәкір өзі негізгі мына Совет өкіметі кезінде соны Ташкенттегі ауыл шаруашылық институтын бітірген, осы бақшеводство, семеноводство, агроном ғой да? Кәсіби агроном. Бүгін сол өзінің мамандығы бойынша жұмыс істеп жүр. Қияр өндірумен, қазір қияр егейік деп атсыздар, да? Қиярдың осы Қазақстанда ең сұранысқа ие сорттары қандай? Корнишонный дейді бізде. Ана кішкентай корнишонный дегеніміз бұлай қысқа 10-12 сантиметр болады, 8 сантиметрден 12 сантиметрға дейін қотыр-қотыр болады. Бугорчатый дейді. Сол қиярлар өте дәмі жақсы, тұздағанға да болады. Тұздағанға да, свежий салатқа да, свежий жегенге барлығына өте сұранысқа ие нарықта біздің халықтың. Өйткені біз басында бір жон, банан сияқты бір қиярлар болды. Бұрынғы болған олар дәмі онша болмас. Дәмі онша емес. Көбі Қытайдан, Россиядан келіп жүрген тауарлар болған. Ат неме деп айттыңыз? Шкипер F1 дейді. Шкипер, қазір егенде батқанда сол шкипер бар? Иә, шкипер F1 сорты. Ол Россиядан алып келінген ұрығы. Сол ресейліктер өндіріп шығарған ғой? Жаңадан екінші жылы біздің Қазақстанға келіп тұр бұл. Енді осы шкипердің 1 квадрат метрден ба, 1 түптен ба, қалай өнімін қалай есептейді? Енді бұл квадрат метрға да есептесеңіз болады, оған 1 жылдық несі, түбінден де есептесеңіз болады. Жақсы, квадрат метр есептеген ыңғайлы шығар, да? Түбін квадрат метрге 4-5 рассада болады, сол жерден квадрат метрден 10-12 килограмм урожай алынады. 1 квадраттан 12 метр. Ресейде негізі ең жоғары дегенде қанша алады? 1 жылға созатын соттары бар, қысқа уақытты созылатын бар. Бізде жерде қысқа уақытта бізге... Неше айда береді? Бүгін нешесі бүгін? Бүгін 26-сы... 26-шы мамырда ақпанда егейте бастады. Қашан нарыққа шыға бастайды? Нарыққа құда қаласа осы күннің ауа жайы жарық болып тұрса, 1 апрельдарға шығып қалады. Енді ал қашан жиналып бітеді? Ол 2,5 ай жинайсыз ғой. 2,5 ай бойы береді. Апрельдің басында 1-5-інде бастаса, апрель, май, июньнің аяғына дейін, июньнің аяқтары орталарына дейін барады. Сол 2,5 айдың ішінде бұл 1 квадрат метрден 12 килограмм беруге тиіс. Иә, тиіс. Бір түптен қанша болады сонда? Сонда 3 килодай болады. Бір түптен 3 кило. Мысалы, біздің Үржарда, Шығыс Қазақстанда күнбағыс. Күнбағыс. Соны біздегілер 7-8 центнер алып жүрді, 7-8 тонна 1 гектардан да. Ал енді елитный күшті тұқым алатын болса, одан 30-ға дейін алуға болады екен. Соны мен стандартын білемін мысалы да. Бидайдың да сондай, жүгерінің де сондай стандарт бар. Осы қиярдың стандарты қанша ең жоғары дегенде? 20 алуға бола ма мықты болса? 20-дан да көп алатындары бар. Осы сорттың аты қалай еді? Корнишонный шкипер дейді. Шкиперден 20 алуға бола ма? 20 алу өте қиындау енді. Максимум қанша алуға? Максимум оны уақытын созу керек. 4 айға дейін, 6 айға дейін созылады. Ол тиімсіз болып кетеді. Бір еккенде екінші оборотқа тура келмей қалады. Екінші оборотқа. Осы жерден жылына неше рет айналдыруға болады? Біз 2 рет егеміз жылына. 3 рет келмей ме? 3 рет келмейді. Күн суып кетеді. Қыстың күні ноябрь, декабрьда, январда өте шығару қиын. Мынаны еккеннен кейін, да? Осының тың айтқыштары бар ғой.
мына жердің неменесін, оны балбонитет дейді ғой. Жердің балбонитетін өлшейсіңдер ма? Жылда мына қияр жақсы өнім өте беру үшін, ауырмау үшін бұның жерде жердің барлық құнарлығының қаралады. Өткізіп өлшейсіңдер ма, оны өлшемейсіңдер? Лаборатория мына Төле би яссауиде бар. Қашан өткіздіңдер? Біз ана жыл өткізген болдық. Енді меніңше бұны жыл сайын өткізіп отыру керек. Жылда көктемде өткізу керек. Сонан кейін не нәрсе жетіспейтіні сол тыңайтқыш салу керек болады. Содан кейін судың температурасы маңызды ма, маңызды емес? Маңызды. Сендер су жылытатын болмаса жер бар ма, жоқ? Бар, цистерна бар. Қанша квадрат осы теплица, осы жылыжай? 3,5. 3,5 соток. Осындай неше, сенде 8 бар да? 8. Содан қанша алғанын сен есептедің бе? 25 тонна алды. 25 тонна бәрінен бір деген. Иә, общий бір 25 000 килограмм алдың, 25 000 бөлеміз 2,5 мың квадрат. 2500 квадратқа. 1 квадраттан 10 кило болады. 10 килограмм алдың да, 1 квадраттан 10 килограмм. Бір сезонда да? Иә, бір. Маусымда, июньде шығады нарыққа. Сол кезде баға құлайды ғой. Иә, құлайды, басында. Бәрі бірақ шығарады. Сол мамыр, маусым, сол июнь, июль, август, сентябрь, октябрь құлайды. Солай ма? Құлайды. Баға құлайды. Енді өзіндік құнын сен есептей аласың ба? Есептейсің ба негізі? Өзінің құнын шығару, урожайыңыз жақсы болып берсек, өзінің құнын ақтайды. Неменеде, мысалы, сол маусымда, июнь айында нарыққа шыққан кезде оптовыйға қанша болады? Бір жылдары түсіп кетті негізі. Былтыр қанша болды? 50 теңгеге түсіп кеткендей болды. 50 теңгеге түсіп кетті. Яғни бұнда 60 теңгені өткіздік. Сұныс көп. Өткізетін жерлерің бір Алматыда қанша бір базарлар? Алтын Орда, бәрі Алтын Орда. Соңын Алтын Ордадан ары қарай кетеді. Енді не ғой? Апталиктер келеді ғой. Ассоренттер келеді, солар алады. Олар енді қай қалып кетеді, олар енді білмейді екен. Соңын кейін бағаны қоятын Алтын Орда да? Енді Алтын Орданың бағасы ғой. Алтын Орда. Бағаны шығаратын біздің Шымкент облысы, Сарыағаш аудандары. Солар қояды бағаны. Ол жақтан жылдам шығатты. Міне қазір олар осы март, апрельде егеді. Без отопления егеді. Біз бұл жерге көмір жағамыз. Шығын. Урожай шығарғанша 50 тонна көмір жағамыз біз. Осы 15 февралдан бастасақ, ары қарай жылы күнге жеткенше 50 тонна азында кетеді. Олар онша расход қылмайды. Біз 10 тонна расход қылады. Түнде жағады. Сендер қанша шығын шығады көмір? Көмірден көп шығады ғой. 50 тонна азында кетеді. Яғни Сарыағаш пен алматылықтардың конкуренция жасауы қиындау. Иә. Енді шындығында да, мысалы, теплицамен айналысайын деген ағайындар. Бұл бәсекелестік болғанда, қай жердің табиғаты тиімді, сол жақ ұтады. Мысалы, Сарыағашта су бар, күн жылы, көмірге артық ақша шығармайды. Сондықтан өзіндік құны өте арзан болады да, олар келгеннен кейін бағаны түсіреді. Негізгі талғат, енді кез келген нәрсемен айналысқаннан кейін соны түбегейлі зерттеу керек та. Мысалы, Америкада 30 жылдары былтыр, осы өткен ғасырдың 30 жылдары үлкен кризис болған. Неге кризис болғанда, мына ауыл шаруашылық өнімін артық өндіріп жібергеннен кейін, сонда олар не істеген? Өнімді өте көп шығарады. Содан кейін бәрінің ақшасы жоқ қой. Андай өте бағанағы сияқты технологияны алу үшін жылылығын нету керек, гидропоника жасау керек, соған көп кредит алады банкіден. Содан кейін өнімді өте көп шығарады. Өнімді өте көп шығарғаннан кейін баға түседі. Бағана қиярдың бағасы 60-қа түсіп кеткен сияқты. Содан бүкіл фермерлер банкрот болады. Бұл бүкіл елге оң кейін кеселін тигізген. Өнім арзан, қаланың қалпына жақсы сияқты биыл. Биыл мәз, бірақ крестьяндар ақшасын қайтара алмайды, банкеден қайтара алмайды, банкрот болады, келесі жылы егін егейін десе ақша жоқ. Сонда кризис. Сондықтан Америкада, мысалы Европада көбінесе анан бақалап отырады да айтады. Мысалы, биыл Қазақстанға айталық бір 1000 тонна қияр керек. Ал енді Сарыағаштағы өндіретін өндірісі 1500 тонна. Онда айтады, мынау болмайды. Бұлай болса сендер 1500 тонна шығарасыңдар, алатын 1000 тонна келеді, бағаны құлатады. Мен біреу айтады, алып келді, қалай жағдай болады әдетте. 400-ден берейін десе, біреудің қияры солып бар жатыр айтады. Менікін 350-ден берейін, менікін ала сал. Анау 300-ден береді, анау 250-ден береді, анау 200-ден, анау 100-ден. Мұнанки айтады, лақтырып жүргенше жол құнын ақтасын деп 60-тан бере салсам дейді, бірін-бірі содан кейін банкрот қылады. Сондықтан сен бұны бақылау керексің да, мысалы, жаңағы сияқты цифрлар бар. Осынша қияр өндіріледі екен.
бүкіл нарықтың сұраныс мөлшерімен осы екен. Ол маркетингтік немене Google'дан кірсең тұр соң кетесің. Бұл құрықпасын, мына жерде пайда аз екен, қияр екпейін. Қызанақ осынша екен. Қызанақтан помидордан басқа немене керек? Укроп, жаңағы капуста, цветной капуста деген сияқты нәрселерді зерттеу керек. Жоқ, негізі бәрін зерттеп шықтық біз. Енді зерттеп шықсаң, неге қайтадан қияр егіп жатсың, былтыр 60 теңгеден ектің? Шкипер, сорт огурец, максимальная урожайность складного квадрата метра деп. Бізде мына Google әка деген әка бар. Олар жаза береді. Олардың несімен біздікі тура келмейді. Тура келеді. Жоқ, ондай мен өзім білем ғой. Қараш 30 жылдан асты мен өзің жақсы енді мынандай сұрақ қояйын. Сол Ресейде осының өнімін өндіріп жатқан керемет мықты бір немелерге барып көрдің бе? Ресейға мен барған жоқпын. Енді қай жерден? Мына Грецияда, Теплицада болғам. Зәкір, былай болсын. Сен де мамансың, мен де мамамын. Осы өндіріспен немен айналысып жүргенде, мысалы мен тон тігетін кезде, мысалы мен тон тігумен айналыстым. Сол кезде біздің мына кожмех объединение деген болған семейде 70 жыл жұмыс істеген. Сонда істейтін адамдар 30 жыл, 40 жыл тігінші болып істейтін адамдар мен алдым жұмысқа. Біреу 20 жыл тігінші болып істеген, біреу пішетін адам болған. Соң жұмысқа алып, олар екі адам 2 күнде бір дубленка тігіп шығады. Пішеді, тігеді, дайын қылып шығарады. Мен Стамбулға бардым. Стамбулға барсам, бір адам 10 дубленка тігеді екен. Бір адам. Соны мен көзімен көрдім. Мына көзімен көрдім. Қайтып келгеннен кейін орыс әйелдеріне айтам. Зоя Михайловна, Турции там на одного человека 10 дубленок десе маған айтады. Что ты сказки нам рассказываешь? Я вот 60 лет, там 50 лет жизни отдала, я специалист, я знаю дейді. Сендіре алмай қойдым. Соң екеуін самолетқа отырғызып алып бардым. Ана жақта олар енді капиталистер ғой, баяғыда немене қойып тастаған. Технология қойған. Біздің қазақтарға келіп, мен Үржарда шемішке кетіндерге айттым, айналайындар. Мына Өскеменде мамандар бар. 1 гектардан 30 центнер алады екен шемішкені. Сендер сөйтіп ексеңшесем, қойшы шықпайды, біз 30 жыл егіп жүрміз. Сен қаладан келіп бірдеңкені оқып аласың да, бізге келіп мазгам чіртесің деген. Соң артынан болмай жүріп, мен сол менің туған неменем, жиендерім Өскеменне барып элита тұқым әкелді. Соң кейін арақашықтығын дұрыстап егу керек екен оны. Соның кейін тереңдігі дұрыс болу керек екен. Соң кейін тұқымы дұрыс, соның кейін әрбір неменені дәрі-дәрмекті түбінен салу керек екен. Осының бәрін қолданғаннан кейін айтады, жылына сол бір өзімен өзі болып 5-600 мың теңге пайда тауып жүрсек, сол 200 гектар жерден 60 миллион теңге ақша тапты. Бір жылдың ішінде бүкіл технологияны қойғанның арқасында. Глифосатпен барын етті. Сол сияқты менде сондай бір күмән бар. Өйткені мысалы сиыр не ексең де, оны 100 жыл бұрын Әлихан Бөкейхан айтқан. Мал өсіресің ба, егін егесің ба, шебері бол. Оны шетелден қара бізде. Енді бастайым деген атқан адамға Зәкір қандай ақыл кеңес беретін едік? Мысалы, анау Шығыс Қазақстан, Қытайдың шекарасында менің Үржар деген ауылым бар. Солар көріп отыр. Сол сияқты болмаса Жаңаөзенде отырған адамдар бар да. Ояқта неден бастау керек еді? Неден айтады? Бастауы бірінші каркас жасасын, подпленочный дейді. Мынаған құсап жасайды да, соған ексе, тепличный сорт қияр, помидорларды ексе, сол өте тиімді. Бағасы да қымбат жүреді, грунтовыға қарағанда. Жерді дайындау үшін неден бастау керек? Жерді айдайды, навоз салады, малдың навозын. Неше жылдық навоз болу керек? Азында 4 жылдық, 3 жылдық навоздар. 4 жыл жатқан. Соң кейін болған арам шөп шығады ғой. Арам шөпке шабылады, отайды. Дәрімен глифосатпен құртып? Дәрімен құртып жақсы емес. Құртса болады, но өзіңіз еккен егіңізге де зиян тигізеді. Оны ең дұрысы қолмен шауып жоқ қылған дұрыс. Шапқанмен қазып тамырымен алып тастайды ғой. Енді біреулер бар, майда шөптер бір шапсаң құрып кетеді. Тамыры 4 жылдық қойдың сиырдың навозы. 4 жылдық, 5 жылдықтар солар әдемі. Жақсы, оң кейін содан басқа тағы да қандай бір тыңайтқыштар бар? Өздерің химия вообще қолданбайсыздар ма? Химия өте аз қолданылады. Тек қана сол ауру түскен кезде. Басқадай. Клеш дейді басады, трипс дейтін, шіркей дейтін басады. Сол кезде пысылдатып себетін. Пысылдатып опрыскивательмен себіледі. Бірақ та қиярлар пісуінен 10 күн, 15 күн бұрын тоқтайды оның барлығы.
Сонан кейін менің өзім кезінде пестицид, гербицид дегенмен айналысқан біраз хабарым бар. Сонда регулятор роста деген болады. Кезірек өсіріп, антистресс әртүрлі дәрілер. Қазір 2000 жылы 2-ақ фирма болатын. Осындай нелерді әкелетін. Ұрықты дәрілерді әкелетін. Қазір 26 ма сондай фирма бар. Тұқымды қайдан алуға кеңес беретін енді? Қандай тұқым? Бұл жерде биотұқым дейтін бар. Алматыда. Олардың артист дейтін сорты бар. Мен өзім основной содан егем. 20 жылдан бері соны егем. Ол сенімді, да? Иә, сенімді. Оның қажуқасы өте жұқа, мұсыр дейтін бәле жоқ. Енді бір Южный полет бар, Гавриш дейтіндер бар, Рекзван дейтін, Нүнеміс дейтін фирмалар бар. Сонан кейін қанша уақытқа, қай жерге сақтайсыңдар, қанша уақыт шыдайды алып болғаннан кейін? Біз свежий доставка таса береміз. Күндегісін күнде базарға. Ал енді өтпей қалғанда неше күн шыдап тұра алады? Мыналар бір аптаға дейін шыдай береді. Бір аптадан кейін семе бастайды, да? Жоқ, кішкене сола бастайды. Солады, өңін жоғалтады, товар не бейт дейді. Ол 3 градус, 4 градус плюс салқын жерде 15 күнге дейін сақтай тұра береді. Көлеңке жерсе 15 күн ары кеткенде, да? Қызанаққа келейік, помидорға. Помидордың, мысалы, мен өзім тұтынушы ретінде есік алдына егем помидорды. Сонан кейін мына теплицадан өскен помидорды кессең іші ақшыл болып тұрады да. Соны менің жүрегімде бір сенімсіздік болды, соны жемеуге тырысам мен. Сол жазда бақшадан, болмаса мына базардағы апалардан сатып алып жейм. Малиновка деген, оң кейін бычий сердце деген. Иә, бычий сердце бар. Бычий сердце алам. Черный принцтер бар. Черный принц жақсы. Мына енді жылыжайға қандай қызанақ егіледі? Менхер дейтін сорт екенбіз былтыр. Ол қанша берді бір түптен және квадрат? Ол 4 кило, 5 кило аламыз бір түбінен. Бір түбінен? Квадрат метрінен сонда? 20 кило, 22 кило дейін береді. Енді осы 25 сотыққа қанша адам керек? 2 адам жалдадық. 2 адам жалдадық, мама екеуміз қосып тастадық. Үлгермейміз. Ана жақтан 4 теплица мына жаққа келгенше, мына 4 теплица дайын тұрады. Біз ана шет-шетіне бачкелерін жылып отыру керек. Артық бастар өтіп кетеді. Соны өсірмесең 5-6 адам керек қой. Иә, 5-6 адам керек. Талғат, өзің осымен айналысып қашқаны қанша болды? Айналысып жатқан адамдарға қандай бір ақыл кеңес айтатын едің? Жерден бастап, шағыннан бастап, сразу алып мындай 8-ін алып, рисковать етпеңіздер. Сен қанша неден бастадың? Мен осыны 8-ін сразу алдым да, сол қателігім болды кішкене. Қателік болды, да? Иә, қателік болды. Енді мойындап отырмын. Рисковать етпеу керек та, сразу риске алып, бәрін салып тастамау керек деп ойлаймын сол. Ана зерттеу керек мен нақты зерттеу керек деп ойлаймын. Шағыннан бастаңыздар соны. Жайлап кішкене үлкейте бересіздер да. Біртіндеп үлкейткен дұрыс деп ойлаймын сол. Басынан міне, мысалы жартысын істесең, кішкене шығарып, негізі осы теплица істер алдында, теплицамен айналысар кезде отоплениесін бірінші жүргізіп алу керек деп ойлаймын. Негізі соны дұрыс жүргізіп алыңыздар. Жақсы бағада, жақсы нені көтергілерін келсе, мысалына, көтергісі келсе, любой адам көтергісі келсе, отоплениесі болып жақсы уақытысында шығарсаңыздар, апрель айына, сол март айларына шығарсаңыздар, пайданы жақсы көресіздер. Одан төмен июльге түсіп кетсеңіздер, нарықтық бағадан қатты төмен түсіп кетеді. Мына пленканың немесі бола ма? Маркасы қай жерде? Маркасы болады. Мысалы, мынау турецкий пленка. Российский пленка болады, корейский пленка болады. Негізі ең жақсысы деген негізі корейский пленка. Жұмысшыларға сен жалақыны қалай төлейсің? Оклад төлейсің ба, жоқ? Айлап, сол окладпен төлеймін. Окладпен чиімді андай алған өнімнің процентке беретін болсаң, ол слишком көп кетеді деп ойлаймын. Мен мысалы жақсы талғаттық солай, менің өмірлік тәжірибем, ешқашан мен оклад төлемеймін. Айтам, егер бұна өнім жақсы болатын болса, соны мөлшермен өлшеймін, ол 60 емес, 80, 90, 100 мың теңге табылатындай. Соны айтам, не құрдым, бір түптен көбірек өнім болса, сол кезде сен айтам, мысалы, 40 мың теңге саған оклад, плюс саған премия берем, өнім жақсы болса. Сол кезде сен 80, 90, 100 мың теңге дейін алуыңа болады деп, негізгі ең дұрыс тәсіл сол. Оклад берсең, ол біреудің малын біреу сықырып жүріп іздейді дейді. Ол сен 10 килограмм аласың ба, 1 квадрат метрден, 12 аласың ба, 15 аласың ба, оны анша қинамайды. Оған айтсаң, минимум 10 алатын болсаң, мен саған тағы да 20-30 мың қосып берем. Егер 12-14 алатын болсақ, мен саған тағы да 20 мың қосып берем. 14 алсақ, сен 100 мың теңге аласың десең, ол өліп өшіп әрбір қиярдың қас-қабағына қарап отыратын болады. Біз негізі 60 мың бергенімізбен, негізі олардың документі бар ғой.
біз документі несімен бізге 100 мың шығып кетеді. Еңбек ана істейтін адам жан тәнімен соған қарап, сол еңбектің өнімділігіне байлап тастаған кезде, сол кезде ғана. Оны дұрыс айтасыз, конечно, дұрыс айтасыз. Ана неге ғой окладқа дұрыс болғаннан кейін қарап жүрмесең, андай дұрыс істемей кетеді. Дұрыс істемей қояды. Сен неғұрлым биыл сол неменеге еңбек өнімділігіне байла, сол кезде есепте өте көп болып кетпейтіндей, бірақ өте аз болмайтындай да жақсы өнім алу керек. Енді айтатыным, енді оңтүстік облыстағыларға мына Шымкентпен бәсекелесу өте қиын. Анау Ақтау, Атырау жақта болатын болса, Өскемен, Семей жақта болатын болса, әрине о жақта мына жылуға кішкене көбірек ақша кетеді. О жақта егуге болады деп ойлаймын. Сонымен құрметті көрермендер, бүгінгі сабағымыздан, бүгінгі мына келген тәжірибемізден түйіндеме жасайтын кез келген кәсіпті кәсіби түрде, профессионалды түрде жүргізуге болады, және де қара дүрсін жабайы түрде жүргізуге болады. Кәсіби түрде жүргізу деген не? Ең алдымен нарықты зерттеуден басталады. Кез келген кәсіптен пайда таба аласың ба, пайда таба алмайсың ба, ол бірінші кезекте бәсекелестікке байланысты. Бәсекелестік өзі локальный конкуренция дейді, бір аймақтағы конкуренция, болмаса глобальный конкуренция, үлкен аймақтық конкуренция дейді. Локальный конкуренция деген, сіз егер сіздің бәсекелестеріңіз сол жақта болатын болса, мысалы кафе, ресторан аштыңыз, болмаса бір неке өстірдіңіз, сол маңайдан, басы жақтан әкелу қиындау болатын болса, сіз сол аймақтық конкуренция. Ал егер алыстан әкелген кезде жол құны аздарақ қосылатын болса, сіз глобалдық үлкен деңгейдегі конкурент нарыққа шығып кеттіңіз деген сөз. Енді қазір мына көкөністе жағдай былай болып тұр. Біздің оңтүстік Қазақстан үлкен ғой, оңтүстік жақтағы облыстарда көкөністі өсіру солтүстік облысқа, әуелі қарасаңыз Алматыға қарағанда әлде қайда тиімді. Сондықтан олар бағамен қысым жасайды. Олар мысалы басында көктемде ағылға шыққан кезде жақсы бағамен сатып алады да, аяқ жағында бағаны мүлде нарыққа төмен түсіріп жібереді. Екінші, кез келген өнімді өндірген кезде соның әлемдік деңгейдегі технологиясын зерттеу керек. Мен өзім мысалы өмір бойы өндіріспен айналысқан адаммын. 90-шы жылдар ет комбинатын колбаса өндіре бастаған кезде бірден мен итальянецтер, германецтер, немістер, ресейліктер қалай өндіріп жатыр екен, қандай оборудование, қандай дәмдеуіштер береді, қандай еңбек өнімділігі тиімді болады. Мен сол Мәскеуге барып әлемдік неменеге қатынастым көрмеге. Сонан кейін Стамбулға барып тон тіге бастаған кезде. Стамбулдан әлемдік деңгейдегі 30, 40, 50 жыл жұмыс істеп жатқан адамдарды алып кеп, солардан үйреніп, соларда бірге бір көшірдім. Жиһаз жасағанда итальянецтерден. Дәл сол сияқты. Мына кәсіп жасаған кезде осының мысалы, осы Қазақстандағы ең үздік кім қанша бір квадрат метрден алып жатыр, Ресейде қанша алып жатыр, өзбектер қанша алып жатыр, Европада қанша алып жатыр, соны зерттеу керек. Соңын сол үшін біраз егерде қажет болған жағдайда инвестиция жасау керек. Мысалы, мен 100% өзіме сенімдімін. Мысалы, Европада дәл бүйтіп өсірмейді. Европада оның мынаның ішіндегі жылуы, температурасы, бұның ішіндегі ауалдың ылғалдылығы, суғарылуы, бұл жердегі жердің құнарлылығы бәрі бір техниканың көмегімен, вентиляцияның көмегімен, компьютердің көмегімен жасалады. Оған инвестиция жасалмайынша бұл мынау енді жартылай жабайы бизнес. Бірақ енді бірден ондай деңгейге шықпайды. Талғат дұрыс. Енді үнемі ойланып қарап жүргеннен гөрі алып жасау керек. Найктың слоганы бар ғой, just do it дейді. Алда жаса. Бірақ не нәрсені кішкентайдан жасау керек. Кішкентайдан жасағаннан кейін еңбек өнімділігі жақсы болса, сапасы жақсы болса, сол жерден пайда алатын болса, соны кейін барып өсіру керек. Сондықтан мына жылыжаймен айналысатын адамдарға бірден мен бәленбай гектар, бәленбай сот жаса деп айтпаушы едім. Міне осындай бір, мүмкін мынадан да кішкентай қылып жылыжайды шағын алып өсіру керек, соңын нарықты дайындап алу керек. Сұранысқа қарай неменені өсіріп отыру керек. Соның кейін міндетті түрде күндіз түні интернетті қарап, YouTube-ті қарап, сол өндіріп жатқан компаниялармен пікір алмасып, үнемі технологияны жетілдіріп отыру керек. Мысалы, біздің ет комбинат 94 жылдан бастап істейді. Соның бері жылына кемінде 2 рет Швециядан, Германиядан сол дәмдеуіш шығаратын технологтар, мамандар келіп тұрады. Біздің мамандар сол жаққа барады.
технология бір орында тұрмайды. Жаңа сорттар шығып жатыр, жаңа бір дәрілер шығып жатыр. Соның бәрін қолдану керек. Енді айтатыным осы. Былай қара дүрсін егеміз десеңіз, міне мынандай жерге 1 миллион теңге ақша керек екен, пленканы тартасыз, трубаны қоясыз, еге бересіз. Бірақ бұл қара дүрсін. Алдымен ат, содан кейін арба. Ат деген сөз алдымен нарық, алдымен маркетинг, алдымен клиент. Сұранысты әбден біліп, әрбір сезонда қай айда қанша сұраныс болады, бағасы қанша болады, соны біліп алғаннан кейін соған байланысты өнім өндіру керек. Менің айтатын кәсіби маман ретінде кеңесім осы. Енді құрметті көрермендер, сонау Алматының 600 шақырым жерінде бізде Мақсат деген бір бала, азамат апатқа ұшырап, сонан кейін 2 ай төсекте тұра алмай жатасың деген бала, сол менің қуаттану сағатымды тыңдап 1 аптада тұрып кеткен екен. Тұрып кетіп осындай жылыжай саған. Енді сондықтан содан айтады, бір жаздың ішінде 200 мың теңге ақша тапты дейді. Қазір видеосын көріңіздерші. Енді міне Мақсат сондай өзі инвалид болып, өзі апатқа ұшырап жатқан адам, бұрын айналысып көрмеген адам айналысып пайда тапса, сіз де таба аласыз. Бірақ сіздер ойлайтын шығарсыздар, енді мен Аламанға бару үшін ақшам жоқ деп. Енді 1 тиын ақшаңыз жоқ болса да, қазір Каспий ретпен келісімшарт жасадық, Халық банкпен келісім жасадық. Сол сізге ақша береді, сіз оны 1 жылдың ішінде ай сайын бір 10 мың теңгеден бөліп төлеуіңізге болады. Сондықтан сіздерді бизнесті кәсіби жасау үшін, көптеген қателіктерге ұрынбау үшін, өніміңізді уақытында өндіре алу үшін сіздерге келіп кәсіби осы бизнес жасаудың білімін алуға шақыратын едім. Біздің Аламанның қазір 35-ші ағымы оқып жатыр, Талғат оқып жатыр. Енді 36-ші ағымы одан да керемет нәтижеге ие болады. Көптеген сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Сіздерді тосамыз. Телефоныңызды қалдырыңыздар, сіздерге хабарын береміз. Ақшаңыз жоқ болса, Каспий ретпен Халық банкі сізге процентсіз кредит береді, арзандатып. Ал енді ақшаңыз бар болса, тікелей төлеп қатынаса берсеңіз болады. Қазір жеңілдіктер жүріп жатыр. Жарайды, Зәкір, Талғат, еңбектерің өнімді болсын. Енді бұны дүкенге, кафе-кафеге апаратын емес, 10-20 килограммнан тонналап шыққаннан кейін тек қана Алтын Орда бірақ жерде. Енді нарықты зерттеу керек та. Соң егер бұл жерде бәсеке үлкен қызанақпен қиярда көп болса, бүкіл басқа өнімдерді ойластырып қарастыру керек. Жақсы ма? Жақсы, ақыл кеңесіңе рахмет. Зәкір бауырым. Талғат, жақсы. Іске сәт.